Саламатсыздар ма балалар? Қазақ тілі пәнінің 15-ші сабағы. Ю әрпінің жазылуы. Ю әрпі бар сөздерді сауатты жазуға үйренеміз, мазмұндама жазуды үйренеміз. 60-шы жаттығу мәтінді түсініп оқы. Парашют. Парашютпен ұшақтан секіруге құмар болдым. Ол үшін әуелі парашютпен мұнарадан секіріп үйрендім. Содан кейін ұшақтан секіруге талпындым. Бір күні таңертең беліме парашют байлап ұшаққа міндім. Ұшақ жерден биікке көтерілді. Қорыққаннан жүрегім дүрс-дүрс соқты. Мен секіруге әзірленіп, ептеп ұшақтың қанатына шықтым. Сол кезде ұшқыш қолын көтерді. Ұшақтың қанатынан төмен қарай секірдім. Аздан кейін бір ауылдың қасына келіп түстім. Талғат Бейілдинов. Мәтінде не туралы айтылған? Мәтіннің алғашқы 3 сөйлемін көшіріп жаз, ю әрпі бар сөздің астын сыз. Яғни, парашютпен ұшақтан секіруге құмар болды. Ол үшін әуелі парашютпен мұнарадан секіріп үйрендім. Содан кейін ұшақтан секіруге талпындым деген 3 сөйлемді көшіріп жазамыз. Бұл жерде ю әрпі парашютпен деген сөздері кездесіп тұр. Астын сызамыз, балалар. Жазған кезде азат жолдан бастап жазамыз, қатесіз, көркем жазамыз, және сөйлем басталғанда бас әріппен жазып, сөйлем аяқталғанда нүкте қоюды ұмытпаңдар. Таныс белгілерді ұмытпай қоямыз. 61-ші жаттығу. Суретке қарап, гимнастикалық жаттығу жасау кезінде не істеу керек екенін айт. Гимнастикалық жаттығу жасау кезінде шалқаю, еңкею, қисаю, күшею керек балалар. Бұл жерде барлығында ю әрпі кездесіп тұр екен. Ю әрпі балалар и әрпінен соң у жазылмайды. Яғни ю жазылады. Бұл бізде ережені есте сақтаймыз балалар. 62-ші жаттығу. Сызбадағы сөздерге ортақ әріпті тауып оқы. Неліктен сол әріпті таңдағанды дәлелде. Есею, көбею, тыңаю, сарғаю деген сөздер шықты, балалар. Қатесіз, көркем, әдемі жазамыз. 63-ші жаттығу. Сәйкестендір. Аю ақырады. Мысық мяулайды, пырылдайды. Мяулайды, өтір пырылдайды. Күшік шәуілдейді екен, балалар. Сәйкестендірдік. Соңғы жаттығу, балалар. 64-ші жаттығу. Жоспар және тірек сөздерді пайдаланып, әңгіме құрап жаз. Хайуанаттар бағына саяхат, хайуанаттар бағында қызықтар. Саяхаттың әсері. Бұл бізде жоспар, ал тірек сөздер балалар, саяхат жасау, маймыл, піл, керіп, қуану деген тірек сөздермен. Қазір хайуанаттар бағы деген әңгіме жазамыз. Хайуанаттар бағы. Балалар демалыста хайуанаттар бағына саяхат жасады. Олар біздің елде мекендейтін аңдарды көрді. Самат маймылға банан берді. Ержігіт піл мен керікті бірінші рет көрді. Оларға хайуанаттар бағы ұнады. Жарайсыңдар, балалар. Әңгімені қатесіз, көркем жазамыз, сөйлем басталғанда азат жолдан жазамыз. Сөйлем басталғанда бас әріппен жазамыз. Сөйлем аяқталғанда нүкте қоямыз. Тыныс белгілерді ұмытпай әдемі жазамыз, жаттығумыз. Осымен сабағымыз аяқталды, балалар. Арнамыз сіздерге ұнаса, арнамызға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.